Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 94-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров атақты палуандар. Күрес қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының бірі. Күрес адамның денесін шыңдайды, күшін арттырып өсіп жетілуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қоса оларды батыл, ержүрек, табанды болуға дағдыландырады. Мәтіннің авторы Айып Нүсіпбұғазұлы. Төмендегі тапсырмаларды жасайық. Мәтін бөліктерін орнына қой. Міне, мен мына жерде жазып кеттім. Бірінші күрес болады. Одан кейін күрес адамның денесін шыңдайды деген бөлікті жазамыз. Одан соң палуандардың аты жазылады. Екінші тапсырма. Мәтінге ат қой. Мәтінге ат күрес ерлік пен күштің символы деп қойсақ болады. Үшінші тапсырма. Саған күрес ұнай ма? Өз ойыңды айт. Өз ойың: маған күрес ұнайды, өйткені ол денсаулықты нығайтады, төзімділік пен батылдықты дамытады. Сонымен қатар күрес біздің ұлттық мақтанышымыз. Екінші жаттығу жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Екі мықты мендескен бір-бірімен белдескен. Жұмбақтың шешуі палуан. Тапсырма. Заттың санын білдіретін сөзді тап. Қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсет. Заттың санын білдіретін сөз 2. Бұл сан есім. Заттың санын білдіреді. Қай сөзбен байланысып тұр? Мықты сөзімен байланысып тұр. 2 мықты, яғни 2 адам. Үшінші жаттығу суретке қара. Қандай сандарды көріп тұрғаныңды айт. Мен 2, 3, 4, 5 сандарын көріп тұрмын. Осы сандарды қатыстырып сөйлем құрап жаз. 2 санына менде 2 қарындаш бар. 3. Бүгін 3 досым қонаққа келді. 4. Аптаның 4-ші күні сәрсенбі. 5. Ол 5 тапсырманы тез орындады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.